Бүгінгі тақырыбымыз бірмүше. Бірмүше дегеніміз не? Сандардан, айнымалылардан және олардың дәрежелерінен көбейту амалы арқылы құрастырылған өрнекті бірмүше деп атаймыз. Мысалға, 5x квадрат y. Бұл жерде 5 және x квадраттан араларында көбейту амалы тұр. Құрметті оқушылар, бұл 5 деген бұл бірмүшенің коэффициенті деп аталады. Яғни бұл бірмүшенің коэффициенті 5-ке тең. Және де дәрежесін есептейік. Бұл бірмүшенің дәрежесі барлық айнымалылардың дәрежелерін қосындысы бірмүшенің дәрежесі болады. Яғни x-тің дәрежесі 2, y-тің дәрежесіне ештеңе жазылмаған, демек оның дәрежесінде 1 тұр деген сөз. Осы 2 мен 1-дің қосындысы 3. Бұл бірмүшенің дәрежесі 3-ке тең. Бірмүшеде айнымалылары болу міндетті емес. Мысалға, 7 деген санның өзі бұл бірмүше. Кез келген латын алфавиті, мысалы 10, А, Б, С, Д, ол да бірмүше. Енді бірмүшенің стандарт түріне келетін болсақ, мысалға 2а б квадрат 3с а квадрат деген бірмүше берілсін. Бұл стандарт түрі емес. Стандарт түрі дегеніміз алдымен ықшамдаймыз және бірінші коэффициент жазылады. 2-ге 3-ті көбейтеміз, 6, және тағы да ықшамдалатын а мен а квадрат бір-біріне көбейтсек болады. Бұл а кубқа тең болады. Ары қарай b-ның 2 дәрежесі және с. Міне осы бірмүшенің стандарт түрі. Құрметті оқушылар, мына кестені толтырайық. Бізге мынандай бірмүшелер берілген. Бірінші стандарт түрде жазуымыз керек. Яғни 2-ні 10-ға көбейтеміз 20, а, б және с-ның 5 дәрежесі. Бұл бірмүшенің коэффициентін енді анықтау оңай болады. Яғни 20-ға тең. Дәрежесі. А-ның дәрежесі 1, Б-ның дәрежесі 1, С-ның дәрежесі 5. Яғни бірмүшенің дәрежесі 7-ге тең болады. Келесі бірмүшеміз бөлімінде 5 тұр. Ол 5-ті біз 5-тен 1 деп жазсақ болады. Және жақшаны міндетті түрде ашуымыз керек. Яғни x-тің кубы көбейту y-тің кубы болады. Демек, коэффициенті 5-тен 1, ал дәрежесі 6-ға тең. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.